Сіздің ата-бабаңыз осы Орта Азияға исламды алып келген, ал сен атеизм, коммунизмді шақтан біреу болып отырсың. 5 уақыт намаз оқыған бала жаман болды ма? Қазақтың ешқандай қари балаларын біз көрмедік. Үстіме бір мұздай су төгілгендей болды. Жастар арасында ата-ананы құрмет етпеу, сыйламау, қарсы келу, бұның барлығы сол ислам тәрбиесінің жоқтығы. Ленинді, Дарвинді насихаттан бір мен күнәһармын, бір жазаландырады екен деп сөзде жылап тұр. Қызым тыңдамайды, менімен төбелескеннен дайын, менімен салғыласады, ұрсады деп жылап келіп жатқан ата-аналар бар. Қазақтың қыз-келіншектердің ашық жүруі үлкен бір қауіп. Неге әке қайда қарап отыр? Шеше қайда отыр? Қарындасының солай жүргенде неге көрмеді ағасы? Ұлдарымыздың қыз-теке болуы, қыздарымыздың лесбиянка болуы, бұл ұлттың жойылып кетуіне алып келіп соғуы мүмкін. Сол мақсатта да мысалы қыздар медресесін ашқан себебім де сол. Ассалаумағалейкум ағайын, ел қадірлейтін парасатты адамдардың өнегелі өмірі, текті болмысы, көкейдегі көрікті ойы әдемі әңгімеде айтылады. Сонымен бағдарламамыздың кезекті мейманы дінтанушы, ықылас қарилар дайындау орталығының төрағасы Қалиолла Маджанов. Қалиолла Айқожаұлы, ассалаумағалейкум. Уалейкум салам, рахматуллахи ва баракатух. Өзіңізбен дидарласқанымызға қуаныштымыз. Жалпы қал жағдайыңыз қалай аға? Әлхамдулилла, Алла тағала сан шүкірлер болсын, пайғамбарымыз сан салаттар болсын, Алла тағала өзінің хақ жолынан айырмасын. Ұстаз, енді дін саласында көптен бері еңбек етіп жүрген беделді кісілердің бірісіз. Жалпы осы салаға қалай келдіңіз? Әңгімені осыдан бастасақ. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде алғашқы дүниежүзілік қазақтар құрылтайы болды. Дүниенің төрт бұрышынан қазақ ағайындар келіп, соның ішінде Халифа Алтай ақсақалдарымыз бар. Соның ішінде Түркиядан Шүкірлі Ишан деген ақсақал келді, үлкен ғалым кісі. Сол кісіні мен бір үйде дидарласып отырған кезде, танысқан кезде маған айтты, сен кешегі коммунистік партияда комитет комсомол хатшысы болып істедім деп отырсың. Айналайын-ау, сен өзің Сейіт Қожа болсаң, сіздің ата-бабаңыз осы Орта Азияға исламды алып келген, ал сен атеизм, коммунизмді шақтан біреу болып отырсың. Сенің ата-бабаң алып келген исламды жоқ қылған жетіп сол атеизм, коммунизм осылар, коммунистер. Сен қайтаға, сен сол пайғамбардың ұрпағы Сейіт Қожа болып тұрып, сен қайтаға мынау егеменді тәуелсіз халықтың енді сол исламды алып келетін, қасиетті Құранды жеткізетін, пайғамбардың сүннет жолын үйрететін, бұл әлбетте түрде сен соның ата жолыңды бастауың керек. Мүмкіндігің болса, мен Түркияға медресеге оқуға балалар алып жатырмын деді. Мен әлбетте ол кезде 26 жасында, ілім бесіктен базарға дейін жүрдегеннен кейін мен де ойланбастан, шын мәнінде бізді 74 жыл бойы маймылдан жаратылғанымызды, дарвинизмді оқытып, исламнан ұзақ қалғанымызды, халқымыз рухани шөлдеп қалғанын көріп, мені жарайды деп, сол 92 жылдың көктемінде Түркияға 15 баланы алып барып, 2 жыл сол жерде медреседе оқып келіп, сол жерде Құранды сол жерде үйрендік, намазды сол жерде үйрендік. Жалпы исламды сол жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмірін сол кезде таныстық. Содан мінекей осыданға дейін осы қызметте келе жатқан жағдайымыз бар Алланың хақ жолында. Қателеспесем, ықылас қарилар дайындау орталығының негізі тарихы 1997 жылы басталған екен. Енді ширек ғасырға жақында қалыпты. Мұны құрудың өзіндік мәнділіктері бар ма? Өте орынды сұрақ айтып отырсыз. 94 жылы Қазақ Араб университеті болған. Мен сол жерде оқытушы, аға оқытушы қызмет атқардым, дінтану пәнінен сабақ бердік. Сол кезде Шымкент қаласында жалғыз ғана Қошқар ата деген мешіт болды. Сол мешітте жұма намазға барған кезде, Рамазан айында таравих болған кезде, барлық ұлттан, өзбек ұлтынан, тәжік ұйғырынан қарилар бар. Қазақтың ешқандай қари балаларын біз көрмедік. Неге біз өзіміз қазақтың балаларынан қари шығармасқа деген ой туды. Бір 10 шақты жігіт ақылдасып, біз осы бастайық деп бір ғимаратты, осы текстиль фабрикасының санаториясын біз жалға алып, сол 95 жылы біз сол жерде, ол кезде араб ұстаздар болған, солармен бірге біз сол жерде алғашқы сауат ашу курсы ретінде бастап, соның 97 жылы Ықылас қоғамдық бірлестік деп ресми түрде сол кезде әділет басқармасына тіркедік. 25 жыл болды.
Енді 25 жылдығымызға да мінекей көріп отқандай кітап шығардық. Сол кездегі алғашқы оқыған шәкірттеріміз қазір Қазақстанның түкпір-түкпір облысында, аудандарында имам боп, наиб имам боп, ұстаз боп, әртүрлі салада да қызмет атқарып жатқан шәкірттеріміз бар. Біз де сонымен мақтанамыз. Не болса да көршілес елдермен салыстырып жатамыз ғой. Өзбекстаннан мысалы 5 мыңнан аса қари бар дейді, Қырғызстанда 3 мыңнан жоғары дейді. Бүгінгі таңда елімізде қанша қари бар? 2 жыл бұрынғы айтылғанда Қазақстанда 300-ге жуық қана қари бар деді. Оның да мен ойлаймын 50% өзбек ұлтынан, тәжік ұлтынан, ұйғыр ұлтынан, дунган ұлтынан қариларымыз. Соның 50% ғана мүмкін қазақтың балалар, соның алғашқы шығарған шәкірттеріміз бізде. Мақсатымыз сол, қазіргі таңында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты. Бізден басқа Астанада бар қарилық орталық, Кентауда бар қарилық орталық, Алматыда бар қарилық орталық. Мінекей ашылып жатқан жағдайы бар. Құдай қаласа бізде енді тәуелсіздік алып енді бір 30 жыл болып жатса, Құдай қаласа жылдан жылға қариларымыз көбейіп жатыр. Халықаралық Құран жарыстарына шәкірттеріміз барып келіп жатыр. Республикалық Құран жарыстарына барып жатыр. Облыс көлеміндегі, қала көлеміндегі Құран жарыстарына барып жатыр. Құдай қаласа біз үміттеміз, сол мықты қари шәкірттеріміз ертең ұстаз болып, олар да жүздеген, мыңдаған шәкіртті жетілуіне себеп болады деп ойдамыз иншалла. Мынау өзіңіз басқарып отырған қарилар орталығы Шымкентте орналасқанымен, ондағы шәкірттер республикамыздың, жалпы отанымыздың әр аймағынан жиналған. Жалпы Құранды меңгерген баланың бойынан қандай жақсы өзгерістер, оң қасиеттер байқалады? Әлбетте, бірінші осыны жіберіп отырған Қазақстанның түкпір-түкпір облыс, аудан, ауылдарынан келіп отқан балалар. Ата-аналарына рахмет. Кімнің перзенті 30 пара Құранды жатқа білсе, ертең жәннат фердоусиде сол перзенттің, қаридың ата-анасының басына алтын тәж кигізеді дейді. Сол сияқты бір Құран қари ертең 70 кісіге шапағатшы болады дейді. Соны себепші бірінші ата-анасына рахмет айта білдіріп, екіншіден ертең күні ол бала жаман болмайды, қайтаға ертең отансыз иман демекші, әртүрлі тек имам ұстаз емес, ол әртүрлі Қазақстан үлкен салаларында қызмет атқарып, парақорлық, жемқорлықты, харам мен күнәні біліп, сондайлар тосқауыл болатын бір адал азамат болып өседі. Құранмен сусанған бала жаман бола ма? Хадиспен сусандырған бала, 5 уақыт намаз оқыған бала жаман бола ма? Олардың бойында әлбетте түрде жаңағы жақсы мінез құлық. Мінекей Аллаға шүкір, сол жақсы мінез құлық арқылы біз исламның, көшедегі жахил бір мұсылмандардың, басқа ұлт дін өкілдердің жақсы бір мұсылман баласын жақсы мінез құлқын көріп, менің неге перзентім осындай болмасқа? Мынау қандай мұсылманның өкілі? Қандай керем? Мен де осы діннің өкілі болса, менің перзенттерім осындай болса, демекші, олардың жүзіндегі нұр, олардың жүрегіндегі иман, олардың сөзі, олардың іс-әрекеті арқылы исламды насихаттау. Мінекей Абу Насыр Әл-Фараби бабамыз айтпақшы, тәрбиесіз алынған ілім адамзаттан қас жауы. Оны деген сөз бірінші ахлак, тәрбие. Сол тәрбие жақсы мінез құлық бере білсек, сол қариға, ол ертең күні тек өзінің отбасы емес, сол қоғамға үлкен пайдалы азамат болып шығады деген ойдамыз иншалла. Мынау балалардың қари болып қалыптасуы үшін әке-шешенің, жалпы ата-ананың қандай ықпал әсері бар? Қыз баласы 9-ға дейін, ер баласы 12-13 жасқа дейін оларды алдап, сый-сияпат беріп, Құран, намаз үйретіп, ораза тұтып үйрету керек. Одан кейін барып, саналы, парасатты, балиғатқа толғаннан кейін баласына отырғызып қойып. Міне сен 12-13 жас кешегі ат үстінде жүрген. Енді сен Құдай қаласа басыма алтын тәж кигіңіз келсе, ата-ана ретінде біздің ризашылығымызды алғыңыз келсе, ей ұлым, ей қызым, мына Құранды жатта. Құран ертең саған бүткіл ата-бабаңа керек болса шапағатшы болады. Сол үшін осы Құран арқылы жүрсең, ешқашан жаман болмайды. Абайдың сөзі бар, Алланың өзі де рас, сөзі рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас дейді. Адамды адам ететін де иман, сұлтан ететін иман дейді. Ондай болса иман, Құран арқылы баланың абыройы, беделі
жоғарылайды деген сөз. Әлбетте ата-ананың ықпалы, одан кейін әлбетте дәрістегі ұстаздардың ықпалы. Қазіргі таңдағы Түркияның президенті Тайып Ердоғанның бала кезінен, Абдуғаппар Смановтың уағызы бар ғой, бала кезінен әкесі: ей балам, анау күніге таңертең анаңның аяғын сүйіп батасын алсаң, ертең жәннат соның тамырына қайысты, жаман болмайсың. Қазақтың сөзі бар: баталы ер арымайды, батасыз ер жарымайды. Алтын алма доғал, доғалтын емес пе демекші. Ата-ананың батасын алып жүретін болса, ол перзент жаман болады. Неге? Бізге ең керегі қазіргі таңда біздің қоғамымызда келеңсіз сол ислам тәрбиесінің жоқтығы. Жастар арасында ата-ананы құрмет етпеу, сыйламау, қарсы келу, бұның барлығы сол Құран тәрбиесінің, сол пайғамбарымыздың сүннетін жеткізбеу. Неге? Алла тағала Құранды өлілерге түсірдім деген жоқ қой, тірілерге түсірдім. Мұсылманның жол көрсін нұсқаушы деп айтқанда. Ондай болса, Құранмен сусындаған адам ешқашан жаман болмайды, иншалла. Қазақ топырағынан шыққан имам ұстаздар, мүфтилер мен қазилар исламның өркениетіне, дамуына өлшеусіз үлес қосты. Сол тұлғалардың арасында дін қайраткерлері Абдуғаппар, Әбдісаттар Смановтар бар. Олардың Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына, қоғамға сіңірген еңбегін қалай бағалайсыз? Смановтар отбасын бүткіл Қазақстан халқы емес, бүткіл тмд елдері емес, мұсылман елдері де көп деп біледі. Әбдісаттар арамыз бірақ жас, әрі құрдас едік, сырлас едік, дос едік. Қазақстанда жарқ етіп бір жұлдыздың жанып, қайта бір өшкендей болды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты сол Сарыағаш медресе колледжінің директор еді, профессор, доктор еді. Ғұламалар кеңесінің мүшесі еді. Барлық пәтуаларды сол кеңесте көбінесе осы Әбдісаттар Сманов ғалым ретінде Құранның аяттарымен, хадиспен келтіріп, шариат пәтуалардың барлығына үлкен Қазақстанның ислами өзгерісіне септігін тигізген азамат. Ілім жолында тек балаларды тәрбиелеу ғана емес, ғұламалар кезінде тек пәтуа беру ғана емес, бұл кісі әрі 5 парыздың бірі қажылық. Әл-Маруа деген 15 жыл бұрын қажылық компания құрған, басшылығын жасап, Қазақстаннан жылда жүздеген, мыңдаған умраға, үлкен қажылыққа адамдар алып барып, мінекей сондай 5 парыздың бірін өтеуге себепші болған азамат. Бала әкеден бір батпан артық туады немесе кем туады демекші. Артында 6 ұл бір қыз болса, қазір Аллаға шүкір бірінен соң бірі қари болып атқан, ғалым болып атқан перзенттер Құда қаласа 1000 есе артық болып, сол әкелердің жетіспеген жетістігіне солар жетеді деген ойдамын, иншалла, дұғадамын. Абдуғаппар Сманов туралы айтқым келеді. Бұл бауырымызда шынайы келбет бар еді. Ақты ақ, қараны қара деп хақты айтатын жігіт еді. Ешкімнен қорықпайтын, тайсалмайтын, батырлық бар еді, қайсарлық. Керемет уағызымен Қазақстан халқын емес, бүткіл сонау Москвадан, бүткіл Орта Азия халқын өзіне баурай білді. Телеарналардан болсын, интернеттер жүйелер арқылы болсын, қаншама басқа ұлттың өкілдері де тырнай отырып, иман исламға келуіне септігін тигізген. Немесе иманның күшеуі сәждеге келуге себепші болған, ораза тұтуға себепші болған, әурет жерін жабып орамал тартуға себепші болған, арағын тастауға себепші болған, зина құмарын тастауға себепші болған үлкен азамат еді. Әлбетте, бұл да марқұм ағасы Әбдісаттар сияқты жарқ етті. Жарқ етті да қайта сөнгендей болды. Ал енді марқұм ағасының артынан бұл директор болды Сарыағаш медресе колледжінде. Бұл да қаншама шәкірттер тәрбиеледі. Алла шүкір, қаншама шәкірттерді қызмет атқарып жатыр. Құда қаласа ұстаздан шәкірт озат демекші. Құда қаласа шәкірттері марқұм Әбдісаттардан да, марқұм Абдуғаппардан да 1000 есе артық үлкен ғұлама ғалымдардан болсын дегім келіп отыр. Абдуғаппардың қазіргі таңдағы өшпейтін амалдары, о кісінің айтылып кеткен сөздері әлі таңға дейін халық сағынып,
сол үтіктер арқылы, интернет арқылы тыңдап келе жатыр. Бұндай ғалымдар өлген жоқ. Бұлардың бәрі әрбір мұсылманның жүрегінде, әрбір мұсылманның намазында, дұғасында. Ұстаз, мынау оңтүстік өңірінде қажылар қауымдастығының төрағасысыз. Ұлы сапарға бірнеше рет бардыңыз. Енді сол Алланың ең қасиетті жерінде, миллиондардың мекенінде Құдайдың құдіретін қаншалықты сезіндіңіз? Дұғалар лезде қабыл болған уақыттар көп кездесті ма? Әуелі 1998 жылы Сауд Арабстанның патшасының шақыруымен ресми делегация ретінде мен үлкен қажылыққа бардым. Әлбетте, мен алғашқы Әл-Харам мешітіне кіріп, Қағбаны көрген кезде менің үстіме бір мұздай су төгілгендей болды. Көзім жас толып жылай бердім. Бір жағы қорқыныш, бір жағы қуаныш. Қазақ айтады ғой, қорыққан мен қуанған тең демекші. Қорыққан себебім, мен Алланың құзырында тұрмын, Алланың жердегі Қағбатулла тұрмын. Мен кеше коммунист болдым ғой, комитет комсомол хатшысы болдым. Ленинді, Дарвинді насихаттан бірім. Мен күнәһармын, бір жазаландырадым екен деп сөйде жылап тұрдым. Бір жағы қуанышпен жылағаным, рас па өтірік па, мен Алланың құзырында тұрғаным. Менің ата-бабама нәсіп болған, әке-шешеме нәсіп болмаған Қағбатулланың Алланың құзырында тұрмын. Рас па өтірік па деп қуанғанымнан жылай бердім. Қағбаны 7 рет айналып жүріп, Қағба тасын ұстап тұрған кезде менің сондай бір жылап тұрып, кешірім сұрап, дұға тұрып, қайта кеткен кезде мен үстімнен үлкен бір жүк түскендей болды. Мен әсерлендім. Мен Алла менің дұғамды қабыл алды ма, менің күнәларымды кешірген шығар деп өз-өзімді сондай бір сезімде болдым. Енді ана жерде жарты сағат жыладым Қағбатулланың түбінде тұрып. Істеген күнәларымыз бар, харамдарымыз бар. Алла кешір деп. Мен сондай бір қатты әсерде болып, қайттан алғарап жағастырған кезде 6-7 айналымда сондай бір жеңіл күйге кештім. Әлхамдүлилля, осы мені Алла тағала кешірген шығар деп. Одан кейін Алла нәсіп етсе, әке-шешемді алып барамын, әйелімді алып барамын. Осы қажылыққа қызмет етсін деп дұға қылдым сол жерде. Алла шүкір, 2007 жылы әке-шешемді, әйелімді алып бардым. Арапатта бүкіл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бір мезетте бір дұға деген есіммен бүкіл қажылар жиналып Арапатта жылап тұрып дұға қылатын ек. Мүфтияттың ғалымдары кезекпен дұға қылған кезде ана жерде жыламаған адам қалмайды. Ол жердің атмосферасы, ол әсерді айтып жеткізу өте қиын. Минадағы әсеріміз, сонау Мұздалифадағы әсерлер, сол Әл-Харамдағы әсерлерді мен тыңдап отқандарға айтқым келіп отыр. 100 рет естігенше бір рет көр деген бар. Ей, мұсылман ағайын бауырлар деген бар. Әке-шешелеріңіз тірі болса, соларды тез арада алып барып, олардың мойнында қажылық парызды өтетіңіздер деген келіп отыр. Ал дүниеден өтсе, олардың орнына бәтәл қажылық жасадыңыздар деген келіп отыр. Ең болса, үлкен қажылыққа жағдайларыңыз болмаса, ең болмаса өзіңіз әке-шешеңізбен умра қажылыққа барып, Қағбатуллада, Алланың жердегі Қағбатуллада болып, Алланың қонағы болып қайтыңыздар деген келіп отыр. Сол кезде сезінеді Қағбатуллада, сол Арапатта сезінеді. Жаратқан иеміздің құдіретін, иншалла, дұға тілектің қабыл болатын, иншалла. Сол үшін Қазақстан халқымыздың ауру сырқаудың тез арада жойылып, қайта умра қажылықтарының ашылып, Құдай қаласа, қайта ағылып, еліміздің баруына нәсіп етсін деген келіп отыр. Болашақ жастардың қолында дейміз ғой. Бірақ кейбір жастарына болашақта өзге мемлекеттен іздеп, елден көшіп кетіп жатыр. 2018 жылы 74 мың, 2019 жылы 45 мың. Былтыр шетел асқандардың саны 100 мыңды шамалаған екен. Енді оның 32% жастар. Жалпы осының себебін немен түсіндіресіз? Мұны отанды сүймеу деп айта аламыз ба? Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының керемет сөзінен бастағым келіп отыр. 2003-те Ақтау қаласында Қазақстан жастар конгресінде мынандай деп үндеу тастаған еді жастарға елбасы. Міндет ұлтыңа, қоғамға қалтқысыз қызмет ететін арлы, ұятты, рухани өресбек азамат болу деп. Міндет әрбір Қазақстан амасына, ол жастар ма, жалпы мен осы елдің азаматым дейді. Мен қоғамға,
Қоғам дегеніміз не? Ол сіздің тау мен тасыңыз, ол орман тоғайыңыз, ол сіздің дария көл теңізіңіз, ол сіздің ауылыңыз, ол сіздің еліңіз. Қазақстан қоғамында ұлтыңа, біз қазақ ұлттың ішінде тілімізге, дінімізге, ұлттық мәдениетімізге, әдет-ғұрып салт дәстүрімізге қараңыз, қоғамға, ұлтыңызға қалтқысыз қызмет ететін. Қалтқысыз деген не сөзі? Әрбір минут секундында қалтқысыз қызмет ететін арлы, ұятты, рухани өресі биік азамат болу. Мінекей, біздің қоғамға ең керек рухани өресі биік азамат болу үшін. Ал ол деген сөзі ұлтжанды болу. Ұлттық мүддені жоғары қоятын. Ол ұлттық мүддені, ол сенің елің, жерің, отаның, халқың, мал дүниең. Ондай болса, ол азамат, сол патриот, ұлтжанды патриот сол болу керек. Ол үшін не дейді? Отан сүй иманнан дейді. Иман бар жерде ар-ұят намыс бар дейді. Ал иман кеткен жерде ар-ұят намыс кетті деген сөз. Білім жолына кеткендерге қарсылығым жоқ. Солар сол жақтан үйренген өнерін, білімін, ғылымын, технологиясын келіп елге қызмет атқару керек. Міне бұл нағыз өзінің мемлекетін сүйетін, отанын сүйетін ұлтжанды азамат жастар деген болады. Ал қу дүние үшін тіршілік жасау қамында, қарнын қалта үшін, дүние үшін кеткен, Кореяда жұмыс жасап жатқан, немесе жаңағы Ресейде жұмыс жасап жатқан, Европа, Америкаға дейін кеткен қазақтар көп, қу тіршілік үшін. Оны қазақ не дейді? Ит тойған жерінде дейді. Қазақ тағы не дейді? Алыстан арбалағанша жақыннан дорбала дейді. Ондай болса, біз осындай 19 миллион халықпыз, осыншама кең байтақ жер асты, осы жерде құрылыс саласына да, басқа салаға да, әсіресе мал шаруашылығына, егін шаруашылығына қол күш жетпейді. Неге соны осы жастарымыз, бәріміздің министр, бәріміздің әкім, депутат болуымыз, бәріміздің ғалым болуымыз, бәріміздің бір үлек болуымыз мүмкін емес? Ауыл шаруашылығында мамандар керек. Егін шаруашылығына, мал шаруашылығына мамандар керек. Осы саланы неге де біз көшпенді халықпыз, мал шаруашылықпен айналысқан халықпыз. Қара нан мен қара суға шүкір еткен халықпыз біз. Ондай болса, осы елге сыртқа кетіп еңбек еткенше, өз еліңе еңбек етіп, сол қайтағы өзіміз салығым өзімізге түсіп, біздің бай қуатты ел болуына әрбір Қазақстан азаматы атсалысу керек деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша адамда не бұзады? Алла тағалам бізге не берді? Ақыл берді, сана берді. Қазір таңда 21 жылға бәріміз ақылдымыз, білімдіміз, сауаттымыз. Нәпсі деген нәрсе бар ғой. Егер иманың әлсіз болса, шайтан түреді, қу дүние бұзады. Қазіргі таңда қоғамда қу дүниенің құлы болып кеткен заман болып жатыр. Аға мен інінің, апа мен сіңлінің, дос пен достың, көршінің арасындағы іріткі қу дүние. Бізді құртып атқан, қоғамды бұзып атқан осы қу дүние. Ал соған байланысты біз болмайтын бір дүние үшін туған аға мен інінің ажырасуы, апа мен сіңлінің, дос пен достың, көрші мен көршінің дүние үшін араздасып, ұзақтасуы бұл кешірілмейтін күнә деп ойлаймын. Сол үшін нәпсінің құлы болмау керек, Аллаға құл болу керек. Нәпсін тыңдамау керек, Алланы тыңдау керек. Сол үшін Алла тағала бізге Құран жіберді. Құран мұсылман баласының жолдамасы, ошақтан путеводитель, жол нұсқаушысы. Сол харамға, күнәға, қылмысқа кетіп қалмау үшін хақ жолды көрсетуге Алла тағала пайғамбар арқылы қасиетті Құран жіберді. Қазақшасы да бар, орысшасы бар, 100 тілде бар. Соны оқып, Алла бізге не әмір бұйырды? Егер сол аузында кәлимасы бар, жүрекпен бекіткен болса, 5 уақыт намаз дәреті болса, оразасы болса, ол пенде шайтанға, нәпсіге құл болмайды, жамандыққа бармайды деген келіп отыр. Ұстаз, мынау биік таудың төбе ұқсап мүжілгені жаман, еркектің әйел ұқсап сызылғаны жаман дейді қазақ. Жалпы мынау ер адамның кер тартпа, жігерсіз болуына не әсер етеді? Келеңсіз жағдайлар көріп,
шошитын халге келдік. Ұлдарымыздың қыз-теке болуы, қыздарымыздың лесбиянка болуы, немесе жыныстарын ауыстыруы, ата-аналарын құрмет етпеуі, үлкендерді құрмет етпеуі, бұл үлкен қауіпті жағдай. Бұл ұлттың жойылып кетуіне алып келіп соғуы мүмкін. Бұның артында кім тұр? Неге бұндай халге келдік? Біріншіден, 74 жылы біз атеист коммунизмде өмір сүрдік. Соны атеист коммунизм өскен 100 грамм ішкен ата-аналар бар. Сол 100 граммны толған ұл мен қыздар бар, кешіріңіз. Қан тазалық жоқ деген сөз. Ол да әсер етуі мүмкін. Арақ шарап ішкен ата-анадан туылған балалардың халі қандай. Одан кейін қазіргі мынау 21 ғасыр дамыған кезде телеарнадағы жүздеген каналдың әрбір азаматтың қолында, жастардың қолында телефон, интернетке кіріп, бүтін батыстың лас нәрселерінің бар соның ішінде. Сол телефон арқылы, телеарна арқылы жастарымыздың батысқа еліктеп атқаны. Неге? Мен енді батыста да, Америкада болған азаматпын. Ол жақта қалай болады? Жаңағы міндетті түрде әке-шеше ұл мен қыздың өміріне араласуға болмайды. Олардың заңы сондай. Қайқа барамын, қайқа тұрамын, кіммен үйленемін, кіммен жыныс қатынасы боламын, қалай жүремін, тұрамын, қандай киініп келем, ол әке-шеше араласпау керек. Олардың демократиялық құқық деген нәрсесі. Қазақ халқы әлмисақтан әлхамдулилlah мұсылман халық, жалпы Орта Азия халқы, біздің менталитетіміз бұл қайшы. Біз кімге мойынсынамыз? Әкеге мойынсынамыз, анамызға мойынсынамыз. Әке-шеше не айтады? Ол біз үшін заң. Сол батыстың бұзу жолдарынан келіп отқан жағдай. Ал енді соны дұрыс тәлім тәрбие бермеген, ислам тәрбиесін бере алмаған, ұлдарына имандылықты, қыздарына ибалықты бере алмаған ата-аналар кінәлі. Сол жастарының, перзенттерінің бетімен кетіру. Қазір бармағын тістап отқандар көп. Алдыма көптеген ата-ана келеді. Ұлым тыңдамайды, қызым тыңдамайды. Менімен төбелесуге дайын, менімен салғыласады, ұрсады деп жылап келіп отқан ата-аналар бар. Алла тағала адамзаттың айуандыққа, жамандыққа, қылмысқа, харам күнә кетіп қалмау үшін пайғамбарлар жіберді. Сол пайғамбарлар кітаптар жіберді. Соңғы кітап қасиетті Құранды сол өмірлік заңнама ретінде бізге жіберді. Қаншалық ата-ана сол Құранды оқып, Құранға амал етіп жатыр. Егер ата-ананың өзі 5 уақыт аузында кәлималар болып, 5 уақыт намаз оразасында болса, харамнан ұзақ болса, перзенттерін сондайға иманды ибалға тәрбиелейтін болса, ол отбасыда ешқандай ұл мен қызы әке-шешесінің бетіне қарап сөйлей алмайды. Харамға, күнәға, жаман іс әрекет жасалмайды. Ондай болса, исламның жоқтығы. Тез арада қолға алмайтын болсақ, батыс айтқанда қазір жақсы мен жаман күресі біздің қоғамда. Өмір күресі өзі. Біз өзеннің ағысына қарай жүреміз. Неше түрлі тосқауылдар болады. Бұл жалған дүние, бұл емтихан дүние, бұл сынақ дүние болатын болсақ, жаңағы бұзылып жатқан феминист, гей, лесбиянка, қыз-теке неше түрлі ластық жолда жүрген, хараммен ішкілік жасап, жезөкшелік жасап жүрген, зина жасап жүрген жастарымызға тосқауыл болатын, қалқан болатын бір нәрсе, ол намаз, ислам тәрбиесі. Басқа жол мүмкін емес. Қызды 40 үйден тый, болмаса күннен тый дейді. Сол емес па? Қыздарымыз ашықша, қысқа юбка, кіндік көріп, көкірек көрініп, қысқа жүр. Неге біз осыны тыймаймыз? Қаншама ғасыр ата-бабамыз жайдан айтылған жоқ. Ай, қызым ау, мынауың ұят қой, қарындасым мынау ұят, ұзын етек кисейші, көкірегің жабысайшы деп. Неге біз оны тыйым, соны тәлім-тәрбие? Неге әке қайда қарап отыр? Шеше қайда отыр? Қарындасының солай жүргенде неге көрмейді ағасы? Немесе тойға барсаңыз, жап-жас қыздар, балалар шампанский, пиво, коньяк ішіп отыр. Неге соны әке-шешесі көріп отыр? Бұл харам ғой дейді деп айтпайды. Неге түнгі клубқа, диско клубқа жібереді? Неге кафе барға жібереді? Жын шайтанның бар жеріне жіберді, сен балаңды бұздың. Ішкілікті сөйден үйреді, наркотикті сөйреді, сөйрде зина жасады, сөйрде жезөкшелік жасады. Сіздің төрдегі басыңызды сүйретін сол бала ғой, есікке. Ал есіктен төрге сүйрейтін сол, ондай болса, харам нәрседен тыю керек, әр нәрсенің шекарасы бар. Шекарадан аспау керек. Тыйыл деген нәрсені тыйылайық, орны деген әмірін, парызын орындайық.
болды, басқа ешқандай нәрсе жоқ. Сол үшін қазіргі таңдағы келеңсіз жағдайға байланысты ата-ана көп жұмыс жүргізу керек. Тек ата-ана емес, тек имамдар емес, тек мемлекет басындағылар емес, әрбір азамат бір-бірімізге жақсылыққа шақыру, жамандық қашыру әрбір мұсылманның бойында бұл парыз, міндет дегім келіп отыр. Кешіргің келсе кешір, бергің келсе бер деп Алладан сұрайтындар бар. Жалпы осы адамдар сіз үшін Құдайға мұқтаж емес деп көріне ма? Астағфиралла, енді ақылды, парасатты жүрегінде Құдайға деген сенім бар болатын болса, бала шағаны беріп отқанда, аразық несі беріп отқанда, бақ дәулет беріп отқанда, 12 мүшені сауып отқанда, Алла тағала емес пе? Егер керек болса, Алла тағала секундта паралич қыла салады, мүгедек қыла салады. Бақ дәулет, завод, фабрикамыз күл қылып жібере салады Алла тағала. Мыңдаған жылқы, сиыр, қойларымыз бір күнде боранмен өлтіріп жібере салады. $1 миллион ұрлата салады, банкрот қыла салады бір күнде. Алланың берген перзенттерін сол секунд алып қояды. Дауд алейхиссаламның 30 жыл болды. 30 жылын секунд алып қойды. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 7 ұл қыз болды. Бір Фатима қалды. 3 ұл, 3 қызын алып кетті. Нұхтың баласын алып кетті. Лоттың әйелін алып кетті. Дүниемен бүткіл пайғамбарды Ибраһим алейхиссаламды дүниесімен емтихан қылды. Ұлы Исмайылды, жалғыз ұлды құрбандыққа шалды. Бүткіл пайғамбарларды Алла тағала сынақ қылды. Айуб алейхиссалам ауырып қойды, паралич қылып. Алла тағала бала шағамызбен, дүниемізбен, денсаулығымызбен сынақ қылады. Пенденің міндеті тек шүкір ету. Бұл дүние емтихан, сынақ. Келген сол пайғамбарларда көрсеткен қиыншылығына өзінің сүйікті құлдар айтпесе пайғамбар, өзінің жіберген елшілер, солардың өзі сонда қиыншылықпен емтихан қылды, сынақ қылды. Оларды біздің басымыз салмасын. Біз оған шыдай алмаймыз. Олар да сабыр етті, төзді, шыдады, шүкір етті, тәубе етті. Міне біз не істеуіміз, біз де сол біз үшін ғибрат ретінде пайғамбарлардың өмірі бізге бір ғибрат, үлгі. Ондай болса біз ойланып, өзінің сүйікті құлдар сонда біз кімбіз? Сол үшін сәждеде жылауымыз керек, көп тәубе қылуымыз керек. Берді ма перзент, Алла алды ма? Алла, өзің бердің, өзің алдың перзентті. Алла беруші өзіңсің, тағы берер. Бүгін банкрот болды, Алла, 12 мүшені сау қой, сен ғой бақ дәулет беруші. Алла, қайта берерсің бақ дәулетің демекші. Алла, бүгін ауырып жатырмын. Ауыру бер, өзі шипа бер, өзіңсің, Алла. Мен тек сабыр етемін, шүкір етемін. Алла, шипа өзіңнен күтем ғой, Алла деп қайта қуануымыз керек. Алла, неге мен намаз оқып жүрмін, ораза тұтырмын, зекет беріп, неге мен ауыртып қойдың? Неге менің баламды ақ қойдың? Неге банкрот қойдың? Деуге болмайды. Алла сүйікті құлдарды емтихан қылар. Мүмкін сен Алла жақсы көретін шығар. Бұл дүниеде біреулерге жәннат дейді. Бірақ жәннат оларға харам дейді. Ондай болса, бұл дүниедегі көрсеткен тағдырымыз жазған бәріне иман шарттарына тағдыр жазған шүкір ет, иман ет дейді. Бұл иман еткен адам бәріне тәубе, шүкірді, сабырда болу керек иншалла. Аз ғана халқымыз, 19 миллион халқымыз. Қазақстан шынайы егемендік, тәуелсіздікте, бейбітшілікте, тыныштықта, бірлік пен ынтымақта өмір сүруге әсірсін. Бірақ ислами, имани, салауатты қоғамда өмір сүруге. Сол үшін халқымыз 5 уақыт намазда болуына, оразада болуына иншалла. Сондай қыздарымыз ибалы, әуреттерін жауып жүретін сондай шынайы, таза ұрпақтардың келуіне себепші болсын иншалла. Соңғы сауал. Сіз әлі күнге дейін істей алмаған, бірақ қатты қалап жүрген нәрсеңіз не? Сізге бөгет бар ма? Алла тағалам әркімнің көтеретіндей бір жүк береді. Өзімнің ақылыма қарай, санама қарай, күшіме қарай, қолымнан келгенше исламға қызмет етіп кету. Осы жерде қазіргі таңда 100 шақтан қыз болса, 70 шақты ұл болса, осы 2 медресеге шәкірттерге қызметшісі болып, солардың жағдайын жасап кету. Ал енді армандамайтын адам бар ма? Арман көп. Ата-бабамыздың армандаған қой үстінде боз торғай жұмыртқалайтын заман болып, барлық қыз келіншектердің барлық орамалда болса, менің арманым осы. Көшедегі жалаңаштың бәрі жабылса, қазақтың
қыз келіншектердің ашық жүруі үлкен бір қауіп, дерт. 50-60-ға келіп немере сүйіп отырған әже апалардың өздері жалаңбас жүр. Немересі болып тұрып, әжемін деп жүргендер жалаңбас. Міне сол неке қиып, беташар жасап, той жасап, ақ орамал таққаннан бастап шібейтіндей заманда армандаймын. Сол арманды көруге нәсіп етсін дегім келіп отыр, иншалла. Ажырасу болмаса Қазақстан қоғамымызда, екінің бірге ажырасу. Біздің қоғамымызда аборт деген болмаса, тірідей баланы өлтіру. Ол қатыгез ана деген сөз. Бұл болмаса. Мұсылман қыздардың жезөкшесі болмаса, мұсылман жігіттерінің зинақор болмаған, мұсылман жігіттерінің құмар ойнамағанын көргім келеді. Мұсылман жігіттерінің арақ шараптан, харамнан ұзақ болғанын көргім келеді. Міне арманым, иншалла, Қазақстан сондай салауатты, иманы ислами қоғамда әуреттер жабық, харамнан, күнәдан ұзақ, сондай керемет бір әлемге 60 мұсылман еліне үлгі-өнеге болатын бір тақуа ел болса деген арманым. Ал мен соған осы Қазақстанның бір азаматы ретінде, патриоты ретінде тамшыдай болсын үлесіп қосып кетсем деген арманым. Сол мақсатта да мысалы қыздар медресесін ашқан себебім де сол. Алла разы болсын. Ұстаз, алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Қызметіңізге игілік тілейміз.